Salamatсыздар ма? 7-ci sınıf оқушылары. Geometriya pәні сабақтың тақырыбы. Шеңбер, дөңгелек, олардың элементтері мен бөліктері, центрлік бұрыш. Оқу мақсаттары 7.1.1.31 нүктелердің геометриялық орнының анықтамасын білу. 7.1.1.28 шеңбер мен дөңгелектің және олардың элементтерінің центр, радиус, диаметр, хорда анықтамаларын білу. Мына шеңберді қарастырайық. Бұл жердегі О нүктесі шеңбердің центрі деп аталады. ОА кесіндісі шеңбердің радиусы болады деп аталады. Радиус R әріпімен белгіленеді. АВ, яғни шеңбердің бойындағы екі нүктесін қосатын кесінді АВ шеңбердің хордасы деп аталады. Шеңбердің центрі арқылы өтетін хорда, яғни АС, бұл шеңбердің диаметрі деп аталады. Диаметр ол D әріпімен белгіленеді. Диаметр мен радиус мына формула арқылы байланысады. Бірінші D тең 2 көбейту R. Екінші R тең D бөлінген 2. Мысалдар келтірейік. Бірінші мысал. Шеңбердің радиусы 10 см, диаметр табу керек. Диаметр шешуі, диаметрдің формуласын жазамыз. D тең 2 көбейту R. Орнына мәндерін қоятын болсақ, 2 көбейту 10 тең 20 см. Яғни есептің жауабы диаметр 20 см-ге тең. Екінші мысал. Диаметр 18 см болғанда радиусты табу керек. Шешуі. Радиустың формуласын жазамыз. R тең D бөлінген 2. Орнына қоятын болсақ, 18 бөлінген 2 тең 9 см. Шеңбердің бойындағы нүктелердің орындарын қарастырайық. АВ нүктелері, А мен В нүктелері шеңберде жататын нүктелер деп аталады. Ал М нүктесі өздерін көріп отырғандай шеңбердің сыртында жататын нүкте. N нүктесі өздерін көріп отырғандай шеңбердің ішінде жататын нүкте. Бұл нүктелер үшін төмендегі теңдіктер орындалады. Бірінші, ОА, ОВ ол радиуске тең болады. Яғни шеңбердің бойында жататын нүкте мен центрді қосатын кесінді радиуске тең болады екен. Екінші, ОМ үлкен R, яғни шеңбердің сыртында жатқан нүкте мен центрді қосатын кесінді радиустен үлкен болады ұзындығы. Үшінші, ОН радиустен кіші болады. Яғни шеңбердің ішінде жататын нүкте шеңбердің радиусынан, шеңбердің ішінде жататын нүкте мен центрді қосатын кесінді радиустен кіші болады екен. Осы формулаларды біз біліп есеп шығаруда қолданамыз, құрметті оқушылар.